Саламатсыздар ма? Бүгінгі дайындалатын десертіміз қамырдағы алма. Десертті дайындау үшін алма, қант, сүт, ұн, жұмыртқа, қаймақ, тұз, қант ұнтағы, сұйық май керек. Десертімізге алманың қабығын аршимыз. Тазаланған алманы дөңгелектеп кесіп, сақина тәрізді пішім береміз. Сақина тәрізді кесілген алмаға қант сеуіп қоямыз. Қамыр дайындау үшін сүтке тұз, қант, ұн қосып араластырамыз. Дайын болған бір келкі массаға жұмыртқа сарысын, қаймақ және өсімдік майын қосып араластырамыз. Дайын болған жартылай фабрикатты қуыру үшін дайын болған қамырға соққыланған ақуызды қосамыз. Енді алмамызды қамырға шылап, үлкен мөлшердегі майда қуырамыз. Қамырдағы алма десертіне өрік тұздығын дайындаймыз. Қамырдағы алма дайын, әшекейлеп ұсынамыз. Қамырдағы алма десертіміз дайын. Бүгінгі сабақты қорытындылау үшін келесі тапсырмаларды орындаңыздар.